Қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі галочкаларды қалай жасау керектігі жөнінде қысқаша бейне роликпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін менің айтатындарымды мұқият тыңдаңыздар. Ең алдымен келесі қатардағы галочка пайда болуы үшін біз осы галочканың қақ ортасынан крючогымызды кіргізетін боламыз. Бұл крючок кіргеннен кейін артқы бөлікте мына көрсетілген түйіндердің астыңғы жіптері екі жіпті көріп тұрсыздар ғой. Осы екі жіптің ортасынан шығуы қажет. Мінекей. Содан кейін барып жұмысшы жібімізді іліп алып, осы галочканың ортасынан шығарамыз және де мына бөліктен өткіземіз. Сонда бізде осындай галочка пайда болды. Мен өзім ең алғаш тоқып бастаған кезде бұл галочканы қалай шығару керектігін білмедім. Мен ол кезде мына екі бөлікке кіргізетінмін. Ашық тұрған. Бұл дегеніміз дұрыс емес. Егер бұл жерден шығаратын болсаңыз, сіздің тоқыған кезде мынандай барлығы галочкаларыңыз біркелкі болмайды. Аралары ашық, сүйкімсіз болып көрінеді. Өзіңіз ойлаңызшы, мына қатардан шыққан кезде мінекей мынандай тесік көрініп қалады. Ал егер сіз бұлай емес, әрбір галочканың қақ ортасынан және де артқы бөліктегі мына түйіннің қақ ортасынан шығарып жасайтын болсаңыз, сізде барлығы тығыз әрі біркелкі әдемі болып шығатын болады. Мінекей.